қазақтың баласы ұят емес па былай жүрген. Угостить чаем? Рахмет. Менің атым Әділхан. Біз Қарағанды қаласында подземный переходта өлең айтам. Көбісі ойлайды, мен жұмыс істегісі келмейді деп. Бірақ бұл да жұмыстың бір түрі деп ойлаймын. Мен ақша тауып жатырмын. Өзіме өмір сүруіме. Қанша уақыт болды осылай? 2 жыл болса да жазда да осылай ән айтамын. Ешкімнен жалынбаймын, ешкімнен сұрамаймын. Өзім тапқан осы тиын-тебеннен ақша құра алады ғой. Күнделікті табысыңыз ортамен шамаланғанда қанша? Айтпайсыз ба? Айтпаймын. Енді жарайды, 2,5 мың, 3 мың, 4 мың, 5 мың кете береді. Бірақ 3 мыңнан төмен емес. Сіз қандай уақыт аралығында тұрасыз осы жерде? Негізі мен 3 сағат ән айтамын, бірақ әртүрлі уақытта келемін. Кейде 5-тен 8-ге дейін, немесе 6-дан 9-ға дейін. Басқаша жолдармен еңбек жасап көрдіңіз бе? Жоқ, болады. Грузчикта болдым, разнорабочийда болдым. Әртүрлі жұмыстарын атқардым. Бірақ енді осыған келіп тоқтадым мен. Мұнайды осылай өмір сүрген. Отбасың жайлы айта өтсең? Мен әке шешем бар. Отбасымызда 4-еуміз. 3 қыз, ең кенжесі мен, жалғыз ұлмын үйдегі. Негізі білмейтін әке шешем. Сосын кейін біліп қойды. Ештеңе деген жоқ. Әйтеуір тауып жатсың ба, болды деді. Өзің үшін деді ғой, өзің милиция кейде ұрсады. Бала тұруға болмайды дейді. Мен айтамын, тұра тұрайшы деймін, жарайды дейді. Мысалы, олар табысыңыздың жартысын талап етсем ба? Жоқ, ешқай уақытта. Егер талап еткен өзінде де мен ешкімге ешқандай ақша бермеймін. Тіпті ол милиция болсын, ол полиция болсын, тіпті ол жай өткен адам болса да. Неде оқыдыңыз? Мен Тәттімбет өнер колледжінде оқығам. Бірақ өмір кішкене қиыншылықтар болған кезде мен осы жерге келіп ән айтқам. Сол кезде мен заведующий көріп қойды, бірақ бір апта бойы сабақ бармағанмын негізі. Мен ауырып жатырмын деп айтқам. Ауырып жатсаң, мынандай жерде не істеймін үшін ән айтып қалдым деп. Сөйтіп мен оқудан кетуге мәжбүр болдым. Сырттан өтіп жатқан адамдардың мүсіркеп қараған кездері бола ма? Және ондайды қалай қабылдайсыз? Күнде көремін онда. Күліп өтеді, мазақтап өтеді. Мен ондайға аса қатты мән бермеймін. Бірақ енді мен айтқым келеді, өйтіп істемеңіздер, ол мен болайын, ол басқа адам болсын. Адамды бірінші біліп алу керек, кім екен, ол не істеп ерігіп жүрген жоқ ешкім. Онда тұрған ешқандай да жаңағы ұят ештеңесі жоқ деп ойлаймын. Просто айтады да, қазақтың баласы ұят қой. Мен орыстың баласы болса, орыстар өйтіп айтпайды шығар, енді орыстың баласы деп.